Ассалаумағалейкум, рахматуллахи ва баракатух. Құрметті ауыл шаруашылығы YouTube арнасының көрермендері, сіздермен Ауыз Агро компаниясының директоры және ауыл шаруашылығы YouTube арнасының негізін қалаушы, Қазақстанда агродержаваға айналдырамыз деген ұстанымның авторы мен Сыпабек Маратбекұлы. Құрметті достар, құрметті ауылдастар, көрермендер, бүгінгі видеоның соңына дейін қараңыздар. Бүгінгі видеода мен сіздерге өзімнің алма бауымның қалай өсіп жатқанын және алма ағашын қанша күнде суғару керек, оны қалай суғару керек және суарған кезде нені ескеру керек, сол сұрақтарға жауап беретін боламын. Сондықтан видеоның соңына дейін қараңыздар. Жалпы мынау менің алма бауым. Менің YouTube арнамдағы осыдан 2 жыл бұрынғы видеоларды көрсеңіздер, 2020 жылдың көктеміндегі. Сол кезде мен осы баудағы алма ағаштарына отырғыза бастаған болатынмын. Содан бері Аллаға шүкір, міне алма ағаштарым, бұл жай ғана алма ағаштары емес, бұл экологиялық таза эко алма ағаштары, яғни эко өнім, табиғи өнім. Альхамдулилля, қазіргі таңда жалпы өсіп жатыр. Жалпы алма ағашын қалай суғарып жатқаныма келетін болсақ, қазір міне мен суғару үшін су әкеліп тұрмын. Жалпы мына жерде өзі 20-ға жуық алма ағашы бар. Соның ішінде міне ең үлкені мына алма ағашы. Одан кейін мына ар жақтағы алма ағаштар, жалпы олардың барлығы осы 2020 жылы егілген болатын. Яғни осыдан 2 жыл бұрын егілді. Міне ар жақтағылар, мына жақтағылар, одан соң мыналар, міне осылардың барлығы 2020 жылы егілді. Сөйтіп арасында бір-екеуі жақсы шықпай қалды да, биыл жаңадан міне мына алма ағашын және мына алма ағашты отырғыздым. Және альхамдулилля екеуі де көгеріп шықты. Және бұлардың бәрінің түбіне биогумус органикалық табиғи тыңайтқышын қостық. Соның арқасында, жақсы уақытылы суғарғанның арқасында, альхамдулилля экологиялық таза біздің алма ағаштарымыз, эко өнім беретін алма ағаштарымыз өсіп жатыр, Аллаға шүкір. Суғаруға келетін болсақ, жалпы қарап тұрған болсаңыздар, мына біздің алма баудан нені байқауға болады? Біздің алма баудан ең бірінші байқауға болатын нәрсе бұл жоңышқалықтың ішіне отырғызылған. Көріп тұрсыздар ғой. Яғни мен жоңышқалықты ешқандай аударып тастап, оны алып тастаған жоқпын. Осы жоңышқа тұрған күйінде, көктемде бұл өспей тұрған, сол кезде егіп жібердім. Және мен басында ойлағам, жоңышқа негіз кедергі келтіреді ме деп, жоқ, ол кедергі келтірмейді екен. Жалпы негізінен батыс елдерінің агро саласында жалпы осы технология пайдаланады екен. Мен бірақ бұны әдейі түрде пайдаланған жоқпын, бірақ кейін оны зерттей бастадым. Яғни агролесоводство дейді. Агролесоводство дейді, агро өнімдерді, көкөністерді әсіресе осы ормандардың ішіне отырғызылады екен. Неге дейтін болсаңыздар, мына топырақ өзінің ылғалын сақтап тұрады. Яғни қатты күн түспесе оған, қатты кеппесе ылғалын сақтап тұрады, тиісінше ол өте құнарлы болады. Жалпы мына жоңышқалық жатыр, міне көріп тұрсыздар. Бұның түбінде, мына алма ағаштарының түптері оңайлықпен кеппейді. Назар аударсаңыздар, бұның түбіне судың құйылғанына бір-екі аптаның жүзі болды, бірақ әлде де бұл кекпен жоқ. Яғни бұл не деген сөз? Бұл әлде де кекпен жоқ, өйткені бұның түбінің бәрі шөп. Сол кезде мен сіздерге көрсеткен болатын мульчирование деген нәрсені. Мульчирование деген не десеңіздер, мульчирование деген ол no-till дейді. Яғни нулевая обработка почвы дейді. Яғни ол топырақты нөлдік өңдеу деген не? Яғни негізі дәстүрлі түрде топырақты жерді жыртып, оны немен тармалап, солай жоқ емес, топырақты көбесе намай, яғни бетіне тастайды. Келесі жылы бірден береді. Ол технологияны тереңірек зерттеу керек. Яғни мен айтайын дегенім, осы жерде мәселен жоңышқалық тұр. Ортасында менің бауым егілген. Және осы жоңышқалық алмалардың түптерінің кептері оңайлы. Бірден кеуіп тиісінше ылғал сақталады да, алма ағаштар жақсы, альхамдулилля, өсіп жатыр. Суғару мәселесіне осы нәрсе. Яғни алма ағаштар егетін болсаңыздар, оның түбінде міндетті түрде мульча, яғни шөп немесе жапырақ, органикалық заттар тастау керек. Соның нәтижесінде жалпы алма ағаштың түбі оңайлықпен кеппейді. Және мульча қабаты ол бетіндегі ылғалды ұстап тұрады топырақтың су құйылғаннан кейін. Және макроорганизмдер, жердегі шұбалшаңдар, әртүрлі топырақты құнарландыратын жәндіктердің барлығы сол жерге үймелеп жиналады. Яғни олардың бәрі органикалық заттарды өңдеуге Алла тағала сөйтіп жаратып қойған ғой. Соған жиналады да, одан соң барып, оның түбі кеппейді, топырақ өзін өзі құнарландырып тұрады.
Міне көріп тұрған болсаңыздар, менің бауым Аллаға шүкір жақсы өсіп жатыр. Және көпте суғармаймыз. Біз қазірге бір аптада бір рет шамамен суғарып қоямыз. Қазір міне мына алма ағашына су құямын, Алла бұйыртса. Жалпы органикалық егіншілікті дамыту өте маңызды. Әсіресе сіздерге беретін кеңесім мына агролесоводство деген нәрсені көбірек зерттеу керек. Одан кейін no-till деген технология. Осы екі технологияны көбірек зерттеу кеңес беремін, және мен де алдағы уақытта соларды зерттеп сіздерге сабақтар ұсынуға тырысамын барынша. Міне осылай, жалпы суғаруы сол түбінің кебуіне тікелей байланысты. Қанша уақытта суғарамыз деген сұрақтар келіп жатады менің арнама. Соған жауап беріп жатырмын. Яғни түбінің кепкеніне байланысты суғарып отырасыздар. Яғни қанша күнде суғарады деген оның нақты бір қатып қалған нәрсесі жоқ. Яғни түбінде егер мульча болатын болса, онда кепкеніне қарай суғарасыздар. Ал егер кеппесе, онда жиі суғармайсыздар. Құрметті қандастар, құрметті ауылдастар. Және бәрінен де кереметі осы алма ағаштарын еккен кезде мен сіздерге көрсеткен болатын. YouTube арнамда бар ол видеолар. Түбін диаметрін 1 метрге жуық қазып, тамырынан 3 есеге дейін көбірек қылып қазасыздар. Тамыры яғни бір-біріне кедергі жасап қалмас үшін, тар болып қалмас үшін. Одан соң түбіне міндетті түрде биогумусты қосу керек. Жалпы биогумус болмаған жерде, гумус деген өзі топырақтың құрамында болатын зат қой. Ол болмаған жерде топырақ өте жылдам кебет, және ондай топырақтан кірпіш құя береді. Оңтүстікте бізде мәселен су құйып жібереді, сабан араластырып кірпіш құяды. Яғни өте қатып қалады. Ондай топырақ былайша айтқанда өсімдіктердің бәрінің тамырын не істейді? Қысып тастайды. Сондықтан түбін борпылдақ, яғни биогумуспен оны бос қылып жасау керек. Содан кейін барып егу керек. Одан соң уақытылы суғарып тұрсаңыздар, сұйық биогумусты қолдансаңыздар, біздің қазақстандық отандық өнімдер қазір Семейде Асқар деген ағамыз шығарып жатқан Гумин KZ деген бар, Алматыда Пернебек деген серіктес ағамыз шығарып жатқан Биомикс деген өнімдер бар. Соларды пайдаланыңыздар, Алла бұйыртса, құрметті қандастар. Сонымен осылай, жалпы алма ағаштарын қанша күнде суғару керек, қалай суғару керек деген сұрақтарға жауап бердім деп ойлаймын. Жаңа технологияларды көбірек үйреніп, батыстан дамыған елдерден агро саласы дамыған елдерден үйреніп, соны жасау керек. Ендеше видео ұнаған болса, видеоға лайк басыңыздар, астына пікір қалдырыңыздар, сұрақтарыңызды қойыңыздар, және ең басты видеоны басқа WhatsApp группаларға, Telegram чаттарға тарата отырыңыздар. Осындай агро білімдерді басқа қандастарымызда алып, үйреніп, Қазақстанда бірге агродержаваға иншалла айналдырайық. Ендеше келесі видеода кездескенше сіздермен бірге болған Спабек Маратбекұлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.